Жалғыздыққа қарсы ем. Адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Жаратылыстың басталуы 2-ші тарау 18-ші аят. Бізді шын бақытты ететін не деген сұраққа зерттеушілер табыс та, сыртқы келбет те, не ақша, не мансап та емес дейді. Ал ең маңыздысы қарым-қатынас деп қорытындылайды. Ендеше олардың жаратқан иенің мына сөздерімен келіскендері ғой. Адамның жалғыз болғаны жақсы болмас. Ал біз жалғыз қалмауымыз үшін бәрін де жасаймыз. Соның жолында өзіміз жақтырмайтын адамдармен де кездесіп жатамыз. Тіпті біреудің өзімізді сүймейтінін біле тұра, онымен төсектес болудан да бас тартпаймыз. Сол себептен жыныстық қатынас арқылы берілетін аурулардан өлген адамдар саны зымырандай шарықтап барады. Бұл туралы көп айтыла берсе де, өлімге жол бермей, шайтанды тұтқынға алып, оған "Жоқ, сен біздің жастарымызға тиісе алмайсың" деуіміз қажет. Жалғыздыққа жауап қандай? Мынадай бір нәрсені істеңіз. Егер сіз қайыршыларға сорпа жасап тарататын біреу болсаңыз, дастарханыңызға барынша шүкіршілік етуге одан да жақсы жеткілікті. Қайыршыға арналған орында жұмыс істесеңіз, сонда өзіңіздің төсегіңіздің қадірін жатқанда білерсіз. Сіздің өзіңізге қаншалықты жаныңыз ашитынын білмейінше, соншалықты білімділігіңіз олар үшін түкке тұрғысыз. Неліктен бір істі жасай алмайтыныңызды ойлай беруді тоқтатсаңыз да, оның орнына неліктен жасай алатыныңызды бір себебін табыңыз. Баяғыда біреу: "Мен барлығын бірдей жасай аламын, бірақ мен кейбір нәрселерді жасай алмаймын. Сол жасай алмайтындарымды орындаймын" деген екен. Ғажап, басқалардың тауға өрмелеуіне көмектесемін деп жүріп, өзіңіз де тау шыңына шығасыз. Сонда сіз жалғыздық көрмейсіз.